бауырлар ораза тұтады. Қалай тұтатынын айтайын ба? Түнімен интернетте отырады. Сөйтеді да күнімен ұйықтайды. Тек намазға тұрса. Сөйтіп кешке жақын асырда тұрады. Ойлайсыз ғой, енді бір құлшылыққа шығар десе, дәрет алып, жуынып, тамақ жеуге дайындалады. Қайтадан тамақ үшін ораза тұтқан болды ғой ол кісі, бауырлар. Алла үшін емес. Тамақ үшін болды. Ол кісінің аш жүргені сонда ұйықтағаны болды. Бауырлар, ол қандай ораза болады? Егер күнімен ұйықтаса, түнімен күнәсін жасаса қайтадан. Бауырлар, пайғамбарымыз қалай ораза тұтты деп ізденбейміз бе екен? Айша анамыздан сұрап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай ораза тұтты екен деп. Сөйтсе, Айша анамыз айтыпты: